Так, мынаны түсіндіңдер, иә? PHP-дің кішігірім қызықтығын, иә, қызық жерін. Бір жері жай элемент болады, бір элемент болады, бір жері массив болады етеді. Енді давайте 2D массивқа мынандай тас жасайық. Біріншісі. Видеоны қостым вроде. Всегда сұрап отырмын, ладно, видео қостыңыз ба деп. Өйткені именно сендердің сабақтарында видео жазатын боламын. Осы күні ағылшынша, қазақша барда маған удобно. Бір күнде жазып тастау бәріне. Так. Мынандай не болсын? Мынандай массив болсын бізде. Давайте біз магнумға бара жатырмыз. Магнумнан бір нелер алу керек, товарлар алу керек, иә? Бірақ товарлардың мынандай нәрсесі бар, қызықты, бүйтейік. Бір товарлар, жалпы товарлар болады, там, скажем, там нан, май, сүт. А бір товарларды массивпен береміз, өйткені олар бір какой-то категория жатады. Мысалы, там жеміс-жидектер, там фруктар деген секілді, біресе. Жарай ма? Бүйтейік. Скажем, мына жерде просто нан общий бір товар болады. Мына жерге бірақ массив ашайық. Жаңа айттым ғой? Массивтің ішінде жай элементтерді массивтарды шатаса береді. Помните? Мына жер мынау массив емес, мынау жай бір элемент, а мынау массив болсын. Оны қазір берем. Екінші, скажем, бір жай элемент болады. Там, скажем, не болады? Май дейік. Мына жерге тағы бір массив берейік. Үшіншісін тоже бір жай элемент берейік. Например, шатастырып берейік. Қызықты. Мына жерге не береміз? Там, скажем, сүт дейді. Мына жерге нелер берейік? Бір фруктылар берейік, например. Қандай фруктылар бар? Мына жерге нелер берсек болады? Давайте не болсын? Тәттілер болсын, скажем. Торт. Эклер. О, кім айттың? Қарны ашып тұрғанда кірзач. Тәтті жақсы көреді. И біреу айтсам да. В тему айттың ғой, біреу. Шу как-то басқалай, өзін жасаған зат, мынау сникер сатылады. Ладно, тәтті ғой. Енді мынандай жасау керек HTML-да. Мынаның бәрі селектқа тығамыз. Селект деген білесіңдер ғой? Бүйтіп, біреуін таңдайсың ішінен. Селектке тығамыз. HTML жасап бересіңдер, қалай болу керек көрсетейін. И селектің ішінде былай болады. Жай бір мән болса, массив емес, мынаны деңіз. Оны просто optionға қоя саламыз. Option дейік. Value пока керек емес. Жаңа value туралы айттым ба, айтқан жоқпын. Айттым я, ана серверға кететін деп. Давайте value пока керек емес. Жарайды, керек емес пока value. Бүйтейік, optionға нан деп қоямыз. Дұрыс па, бір элемент болса. Енді қараңдар, массив болса, массив. Кетші, зачем селек? Тут селек емес, давайте немен жасайық. Оны потом селекпен қазір екінші нені көрсетемін. Давайте наны кәдімгі UL-мен жасайық. Е, тізім жасайық просто. Магнумға барады ма, тізім керек. Бүйтейік. Мына жерге бүйтейік. UL болады, жай бір элемент болса, нан деген. Массив емес, жай элемент болса. Онда лиға таға саламыз. Е? Бірақ бір какой-то массив болса, бір категория қатысты товарлар болса, оны тағы бір OL ашамыз да соның ішіне жазамыз. Түсінесіңдер ма? Типа ли алма, ли алморт, или банан. Түсінесіңдер ма? Соң келесі май ма? Май жалғыз тұр ғой, массив емес. Оны мынадан шығамыз да просто лиға тақсанамыз. Келесі мынау не ма? Қайттан OL ашып, бүйтіп ұрамыз. Түсінесіңдер ма? Ну, типа осында HTML шығу керек та бізде соңында. Эклер, круассан. Сникерс. Короче, осында. И виду примерно былай болады, түрі. Былай болу керек. Общий заттар и бір категориян заттар отдельно. Мына бүйтіп бөліп қойған жақсы, сен мына бәрін бір жерден аласың деген секілді ғой. Аларды бір жерден аласың, аларды бір жерден аласың деген секілді. Тәттілер жақтан аласың, жеміс-жидектен, фруктлардан аласың. Түсінді ма? Ал жасайық. Жоқ, сендер емес, маған айтып отырмын, сендерге қазір отдельно беремін. Бірінші UL жасап аламыз, дұрыс па? UL ашып и UL жауып,
Енді цикл ашамыз, иә, бірақ біз нені байқау керекпіз, иә. Бірінші for each ашайық. Ой, окей. Бүйтейінші, r дей салайыншы, өйткені иногда мынау r иногда массив болады, иногда жай бір мән болады, иә. Народ, мынаны түсіну керексіңдер. Массивтің элементтерімен жүгіріп мына жерге қойып жатырмын ғой. Бірақ мына $r деген кәдімгі просто r деген. Иногда жай бір сөз болады, иногда массив болады. Иногда сөз просто бір мән болады, иногда массив болады. Соны как-то тексеру керекпіз. Түсінесіңдер ғой? If, помните, is array деген болды. Осы жерде керек болып қалады. Мына r деген массив па, массив емес па тексеру. Түсінесіңдер ма? Массив болса бір нәрсе істейміз, болмаса басқа нәрсе істейміз. Болмаса оңай, иә, else-ға жазатын зат оңай, иә, массив болмаса. Массив болмаса не дейміз? Ли ашамыз, ли жабамыз, ішіне $r тығамыз. Өйткені массив емес болса, скажем, нан болса, нан деген зат болса, оны просто мына жерге тыға саламыз лин ішіне. Массив емес. Дұрыс қой? Массив болса не істейміз? Мынаны істеу керек, мынаны. Ойл ашып, жауып, сол массивтің ішіндегі элементтермен тағы да жүгіріп for each пен қойып шығу керек. Түсінді? Значит, oil ашамыз, oil жабамыз, дұрыс па? Ішінде тағы бір for each жібереміз. Өйткені массив болып тұр менде ол. Тағы не жазам for each-қа? Мынау я массив я қазір бізде. Мына массивтің ішінмен as a дей салайын. Дұрыс па? Ішіне жазам просто мына жерге a. Дұрыс па? Дұрыс па? Көрейік па? Мынаны өшіріп тастайын, мынау түсінікті ғой. Обновить, кетті. Дұрыс қой? Түсінікті ма? Сұрақ? Сұрақ. Мына код жіберем қазір қорқпан. Сұрақ. Is array, in array, array search, array key exists. Жоқ, оларды керек болатса қолынан қазір бір тас жасап атсақ будущем. Бір нәрсе керек болып қалса іздей саламыз ғой Google. Іздеп те үйрену керек бізге информация. Только ағылшынша іздесең де күшті болшы. Мен любой информация ағылшынша іздеймін, сразу ответ шығады. Орысша іздеймін, біраз іздеймін. Орысша іздесең біраз күтесің, ананы іздейсің, мынаны іздейсің. Қазақша іздесең болдың ғой. Қазақша не жоқ та аз. Ол үшін сендер дамыту керексің андай. Форумдарда жазып, бүйтіп, айтып. Мен өз жағымнан кішігірім YouTube-та түсіріп, басқа өнерлер көріп жатыр, ау, рахмет деп жазып, Телеграмға. Телеграм несі бар, сілтемесі. Инстаграмға жазады, Телеграмға жазады. Шымкентте, Семейде бәрі жерден көріп жатыр ғой, кайф. Сұрақ? И тағы бір тас жасайық. Жоқ, бірге жасайық. Мен тағы, мынау түсінікті ма? Енді мынау жай 2D массив қой. Енді 2D ассоциативтік массивке бір тас жасайық. Ассоциативтік. Оған андай нәрсе зат берейін. Андай зат берейін. Тағы да давайте бүйтейік. Студенттер бола берсін, давайте студенттер бола берсін. ID-лармен ба тағы же? Қазір тоқта ойланайын. Былай болса, бедик. Студенттер болсын, дұрыс айтасың. Бірақ студенттердің мынаусы болсыншы. Давайте, жаңа болды ма, жаңа қай университетте оқиды деген студенттер болады ғой бізде. Болған жоқ па? Бедикші. Скажем, бізге бір студентті таңдайтын не керек? Функционал керек. Бірақ студенттер разный университеттерде оқу мүмкін. Каждый университеттің студенті болсын. Мысалы былай болады. Менде индекстің орнына, жолдың индекстің орнына университет болады, скажем. Я нархоз деймін да, бірақ ішінде студенттердің несін берем, студенттердің аттарын берем. Скажем, Дина, Арман, Айбек, Айбек и т.д. Ол нархоз ғана болады, скажем. СДУ-дің студенттері и кете береді. Түсінесіңдер ма? Бірақ қараңдар енді. Жолдың индексі бар, жолдың кілті бар ғой нархоз деген. Бірақ бағандардың кілті болмай тұр, мынау 0, мынау 1, мынау 2 болып тұр.
оған да кілт берейік, одан да қызық болсын. Кілтті бір не берейік, жаңағы ID-шкалар шы. Біріншісіне берсек білесіңдер, мыналарға өздері беріліп кетеді. 11001, 11002 деп, дұрыс па? Түсінесіңдер ме? SD-ға берейік, 12000 деп бастайық. Кім там? Қайрат, Азамат, Ерік. Ну, қоса берсеңдер болады, мынау ұзынырақ болады, пожалуйста. Бека дейік, без разницы. И тағы бір жасақ, жететін шығар. КБТУ. Ренжімейді шығар, Муйтовскилар көріп атса видеоны көреді ғой, 3000 дейік. И кімдер кетеді? Муйтта, кім еді? Ая, Бекзат. Всегда студенттерде маған нететіні, миға запоминать ететіндер умныйларға. Так что умный болыңдар. Бекзат, там кім еді деп екен, Елжас. Тимур кете берсін. Міне, түсінді ғой, Былайда кілттер бар, жолдың кілттері бар, и әр бағанның ID-лар кілттері бар. Енді, бізге HTML-да былай жасау керек. В общем, былай болады, select болады. Қазір көрсетем. Мына жерге не емшінеге керек емес, пока сервермен жұмыс істеп жатқан жоқпыз. И мына жерде, мынау бір топ қой мынау, но чисто нархоздың студенттер. Оны мен отдельно бір топ қып бүйтіп істеймін. Опыт групп деген нәрсе бар. Опыт групп деген, сол 3 студентті, Дин, Арман, Айбекті отдельно қойып, чисто нархоз студенттер деп қойып береді, қазір көресіңдер. Опыт групп деймін да, ол не деген сөз? Option групп деген сөз. Optionның группасы. Мына үшеуінің бір отдельно тобы болады, группасы отдельно болады. Ол HTML-ның темасы бар, Label тең и бүйтіп қоямыз, нархоз деймін. Тек нархоз студенттері мына ішінде болады, optionның ішінде болады. Енді былай болады. Value-ға ID-ін береміз, адамға көрсету үшін атын береміз. Адам атын таңдайды, бірақ по идее ID-шкісі кетеді серверға деген сияқты. Түсінесің бе? Осыларда тек кім болады? Тек бірінші, екінші Арман, Айбек болады. Түсінесің бе? И келесі студенттер отдельно опыт группта жату керек. Өйткені мынау SD-дікі ғана болады. Мына жерде, скажем, 12000-дар кетеді уже. И там басқа аттар кетеді, мыналар. Қайрат, Азамат деген сияқты. Түсінді ма? Мынау қалай көріну керек визуально? Былай көрінеді. Көрдің ме? Нархоздың 3 студенті. Нархоз таңдай алмайсың. Тек соны астындағы студенттер таңдайсың. Мынау чисто описание соғандай. SD таңдай алмаймыз, ішіндегі студенттер таңдаймыз. Түсіндір ме? Осындай нәрсе жасау керек. Echo select, сөйлемеген адамдар бар ма? Или қиын бола ма сендерге? Ағай, біз жай отырған жоқпыз ғой, біз қиын болғаннан кейін сөйлемей отырмыз. Сұрай бермеңізші, ағай, қиналып қойды. Сондай адамдар болады. Особенно қыздар. Ағай, неме әдейі сұрай бересіз? Ренжи қой жарайды кешір. Көрмей отырсыз ба? Мен түсінбей отырмын енді деп. Ой, Муйтта көп сондай адаммен кездескенбіз. Жылайтын қыздар көп болған. Мына жақта жыламайтын шығарсың, надеюсь. Ар дейм, бізге кілті да керек, Кілті да керек, и мына мәні ұзын, мәні да керек, Кілт мен мәні. Жолдар. Пока жолдармен жұмыс істеп жатырмыз. Бүйтейікші. RK дейік, или там жолдың кейі и өзің аты бересің, как хочешь. Жолдың value. Дұрыс па? Жол кей, жол value. Өйткені қазір бағандарда тоже кей value болады. Сөйлесің бе? Бағандікі и жолдікі. ЖК немнеге тең, ол жаңағы нархозға тең болады, потом SD-ға и так далее. А ЖВ деген, ол мына массив. ЖВ деген мына массив, или мына массив, или мына массив. Дұрыс қой? Мына жерде изарай деп тексеріп керек емес, мен көріп тұрмын, өйткені бәрі массив екен. Массив болмаса тексеруші едім. А так көріп тұр бәрі массив. Онда смело не деймін? Смело болғанда опыт групп пункт кетпеу керек. Түсінесің? Каждый университет үшін опыт групп жасау керек. Не дейміз онда? For each қадин эхо жасап алайық. Дұрыс па? Бір университетке кіріп тұрмыз ғой, нархозға, например. Эхо, нархоздың орнына $GK. Дұрыс па? И жабу үшін эхо опыт групп жауып алу керек, еще. Көрдіңіздер ме? Түсінесіңдер ғой? Бір универге кірдік, аштық жаптық, и сол универдің ішіндегі студенттермен тағы жүгіру керек. For each
уже мынау массив қой жаңа, студенттердің массиві. Живы, as, бүйтейік, баған кей, баған value. Баған value деген енді точно не мыналар, дейін арманда. Баған кейлер жаңағы сандар айдишқылар. Дұрыс па? Не деймін? Эхо, мына бүйтіп алысық болады. Эхо. Мыналар шатастырады, мынау. Ішінде двойной емес, одинарный болу керек, народ. Мынаны от кетпеңдер. Мынаның орнына кілті, мынаның орнына value. Точка запятой от кетпеңдер. Все. Мынаны алып тастаймыз. Көрейік. Пока жаңа бұрынғысы дархозмен ізду ғана тұр, енді еще кбту қосылу керек, Мынау визуально окей. Обязательно кодын тексереміз. Защитада да тоже. Кодын тексереміз. Select тұр, опыт групптар тұр, лейблдары дұрыс. Каждына кіресін, міне value'лар дұрыс. И мынанкына кіресін, мынанкі 12 мыңнан бастау керек дұрыс. Оны жасаймыз. Ол уже базамен дұрыстап. Или там. Потом жасаймыз. Пока мына жерде ондай тақырып. Дұрыс, типа универ таңдасаң, соны студенттер ғана шығады. Ол фигня оны жасау ғой. Тек қиын емес. Бірақ оны желательно уже база емес деген дұрыс. Сұрақ мына жерде? Лейбл деген мына жердегі қап-қара ғой, қалың. Ол жерге біз жеке тығамыз, мыналарды тығамыз, нархозыңызды. Түсінікті ма? Точно? Сұрақ жоқ болса, сендерге мынандай давайте бірінші задание түсіндірейін, потом XMPP-де қалай жұмыс істейтінін бірге істей саламыз. Хорошо? Задание оп-оңай. Мынандай екі задание тұр. Ебай, флешка дейміз қазір. А мен не қойдым, ама? Так, мынадай задание, народ. Сендерге екі не берем. Біреу PHP файл, біреу HTML файл. Қазір ашып көрсетем. HTML файлда кәдімгі нелер көрсетіп тұр. Соңғы результаттар. Екі задание ғой, екі тапсырма. Оп-оңай екен. Мынау бір тейбл, мынау HTML. Соңғында не шығу керек? Жаңа мына жерде жазып отырдым ғой, мына жерде. Астында HTML-да жазып отырдым ғой, соңында потом өшіріп отырдым ғой, мынау сол тема. Соңында не шығу керек бірінші тапсырмада, и соңында не шығу керек екінші тапсырмада. Мына жерде видите, т-дар бар, бірақ үстінде т-h дейді. Т-h деген просто бағандардың аттарын қалғып береді, да? Name деген сөздерді қалғып береді просто. Қазір көресің. Осыны ашып көрсеңдер болады. Міне былай. Мына көрдің бе? Name дегенде қалың. Мынау былай. Мынау конечный осылай болу керек. Соңғысы. Осы HTML-ді берем, қарап отырасыңдар осы HTML-ға. Соңғысы қалай шығу керек. Мынау кәдімгі не файл? PHP файлымыз просто тек массивтар ғана беріледі. Мына массив беріледі, и мына сол мынандай болып таблица болып шығу керек деп айтылады. Мынандай екі массив беріледі. Бір массив тек бағандардың аттары, бір массив жаңағы мәндері. Соны мынандай таблица қылып істеу керек. Или визуально мынандай қылып істеу керек. То есть PHP-да массив беріледі, HTML-да соңғы результат беріледі. Сен не істеу керексіңдер? Сендер мына PHP файлға кәдімгідей жаңағы for each деп екеуіне не жазып беру керексіңдер. Сонда анда HTML тура анда HTML-дан шығу керексіңдер браузерге. Түсінесіңдер ма? Защитада осылай болады, народ. PHP-да массив берем, HTML-да осындай болу керек деп результатын берем. Сендер PHP код жазасыңдар for each деп жүгіресіңдер. Эхо деп. Түсінесіңдер ма? Түсінді ма? Осы екі файлды жіберем. Бүгінгі жазған кодты жіберем. Видеоны бүгін түнде или ертең таңертең аплод жасаймын. Келесі сабақ защита. Бәлерің кешікпей келесіңдер. Бірінші сабақ сразу басталады защита. Екінші сабақ уже тақырып өтеміз. Түсінді ма? Так, енді бедик. Сразу біріншіден лақтырып жіберейін, мынаны бәрін.
сразу лақтыра салайын. Телеграмда кім жоқ, қазір кіріп алыңдар. Кірмегендер бар ма? Бір-бірлерінен QR деген тема? Или менен QR ашу керек па? Біз қай группа едік? Аты қалай еді? Біреулердің бірнәрсе жаза салыңдаршы. Мен көрмей тұрмын. Бір точка жаза салыңдаршы біреулердің. Или мен де болсын. Жаздыңдар ма біреулердің? Сол қазір ашайын деп отырмын да. Қазір оны түсіндіремін. Просто понимаете? Не 888. Вы уберите порт. Просто колхоз слышите, поставь кетіңіз. Қазір оны отдельно түсіндіремін бәрілеріңе. Жаздыңдар ма? Менде не қосылмай тұр, походу интернет, Группаға жаздыңдар ма? Ой, начинается. Таптым. Давайте енді мен нені ашайын. Неме? QR, QR ашып қазір көрсетемін сіздерге. Мен админмін ба? Все. Бэкэнд деп аталады, Так, менен бір QR кету керек қазір. Интернетіміздің мощного теле2 шат. Ракета. Менің QR-ым жібермеді ма? Жіберді, Сенде бар басыма группада? Давайте мен QR-дан нажден көрсет салайын, Хорошо? Все, кіріп атырмын. Ана QR неден істелінбейді да жаманы. Компьютерден көрінбейді QR почему-то. Все. Содан шықтан аған кіре сал онда. Міне QR-ды ашам, кіріп алыңдар. Кірмегендер қазір. Не отырайым мына біздің неге темаға. Сенде мынандай группалар бар ма? Айту деген секілді. Ана типа нархоз деген перваши деген группалар бар ма? Втораши. Мына айтуда мен бауырым оқып жатыр да, родной. Сол новостьтарын оқып жүріп. Неме? Нархозға кесейші деймін. Айтуға барам деп. Короче, басқа қалаға барасы келді ау. Бізде шашып кетті. Кім жоқ, QR-ды ұрып алды. Бәрі ұрындар ма? Мен до этого жіберген сообщенияларды бір жіберіп тастайын, ладно? Ана, новенькилар көріп тұрған жоқ, походу көріп тұрсың ма? Онда бір жіберем сендерге. Мынау кетеді. Select to items, select. Короче, не жіберем, Apache XMPP қайдан установка жасау керек. YouTube канал жіберем, өткен тақырыптар жіберем. Сон. Индекс қана кетті ма? Индекс қана кетті, Chest жіберу керек, подожди. Forward. Так. Біреу жіберіп қойыпты ғой, Тима жіберді, все. Delete деймін. Онда мен өзімдікін өшіп тастаймын. Apache жіберді. Бір индексті өшіп тастаймын, ана жерде тұр ғой, Тимурда, Delete. Все. Бәрі бар ғой, Енді бүгінгі былай народ. Бүгінгі жазған кодымызды жібереміз. Үй жұмысын жіберем, давайте үй жұмысын тас дей салайын. Қазір жасай бересіңдер. Апта 2 тас. Окей, тас. Осы екі файл жаңағы жіберем. Мен түсіндірген. И HTML жіберу керек. HTML. И мына бүгінгі жазған кодты жіберем народ.
видеоны бүгін ертең лақтырамын. Енді қараңдар, давайте нені үйреніп алайық сендермен. XMPP-да қай жерге қою керек файлдарды. Жарай ма? Қараңдар. Ең бірінші XMPP-ді ашасыңдар да, мынаны старт дейсіңдер Apache. То есть ана нені ашып XMPP деп жаза бастасаңдар, control panel деп шығады, XMPP control panel, контрольный не панель. Шығады, ашасыңдар да. Короче, ашасыңдар да. Мына жерде Apache деген жерде старт дейсіңдер. Сол жасыл жанса, значит Apache-ларын нормально істеп тұр, типа проблем жоқ. Жасыл жанбай жатса, бірге көрейік не болып жатқан. Түсінікті ғой, а? Пожалуйста. MAMP болады, WAMP болады, Open сервер болады, ана XMPP-дің басқа түрлері бар тоже, типа. Окей, XMPP дұрыс істемесе, басқа істеп көрінді, болмаса бірге ашып күні көрейік. Обычно Skype мешать етеді XMPP-ға. Екеуі бір портта жүгіреді, 80-де, Skype тоже 80-мен жүгіремін десе. Ол кезде порт ауыстырса болады XMPP. Қосыңдар ғой Apache-ді. Енді disk-ға барасыңдар Windows-та обычно. Disk-да XMPP деген папка бар. Қазір істесеңдер болады, если хотите. Disk-ның ішінде XMPP деген папка көріңдер ме? Кірсеңдер ішінде htdocs деген папка бар. Мен видеоға жазып отырмын әдейі. XMPP ішінде htdocs деген бар. htdocs-ның ішінде файл, папка құрасыңдар да, папкаға бір ат бересіңдер. Ол сендердің проекттердің папкасы болады. Мен my project дейсіңдер ма, project дейсіңдер ма, бір папка құрасыңдар. Папка. Түсінесіңдер ме? Ішінде PHP файлар болады просто. Мен my project деп құрдым папка. XMPP htdocs-ның ішіне кіріп my project деген папка құрдым. Сол папканың ішінде PHP файлдар құра берсеңдер болады, типа қанша керек. Түсінесіңдер ме? Бірақ мынандай проблема бар. Біреулер файл құрады ғой, там тексті файл деп құрғанда .txt деген кеңейтілім көрінбей қалады файлдар. Онда width-ға кіресіңдер, мына жерде width деген бар. Түсірейін мен, мына жерде width деген бар. Иә? Windows 11 болса қазір көрсетемін отдельно. Ол жерде мына жерде 3 точка тұрады. 3 точканы басасыңдар да, параметрға кіресіңдер да, сол жерден width деп тауып аласыңдар. А Windows 10-тарда мына жерде width деп тұрады. И мына жерде галочка true керек. Галочка true керек. Түсінесіңдер ме? Галочка true керек. Ал Windows 11-лерде просто видео қайта салайын, қазір сендерге отдельно көрсетемін. Мына жерде 3 точканы таңдайсың, параметры, width-ға кіресің да, ол жерде соңғы жақтарында бір не бар. Мен өзім тауып беремін қазір сендерге, видеоға қайта салайын. Скрыть, расширение имен файлов деп тұрып, нәрсе тұрады. Ол жерде наоборот птичканы алып тастау керек. Өйткені ол жерде скрыть деп тұр. Расширение имен файлов скрыть деп тұр. А сендер галочка алып тастасаңдар, наоборот көрініп қалады. Мына жерде Windows 10-да галочка қоясыңдар. Windows 11-де галочка скрыть ету керек, өшіп тастау керек галочка. Сонда мына жерге бір бүйтіп файл құрсаңдар, бір текстті файл құрасыңдар, например. Там, скажем, там code.php уже текстің орнына .php деп жаза аласыңдар. Түсінесіңдер ма? .txt-ның орнына .php деп өзгертесіңдер. Ашасыңдар да любой VS Code па, Sublime ашасыңдар да код жазасыңдар. Енді қараңдар, жазып болғаннан кейін жазып болғандар қалай ашады кодты. Менде htdocs-ның ішінде my project тұр. Соның ішінде, скажем, index.php деген файл тұр. My project папканың ішінде index.php тұр. Мен аламда бүйтем. Браузерға кірем. Мына жерге терем. localhost / мен мына жерге сендер көрмейді, мына жерге жазсайын, ладно? Ну, короче, браузерді тересіңдер. Былай теманы. Бүйтіп тересіңдер, народ. Мына жерге просто көрсайын. Localhost браузерде / жаңа htdocs-ның ішінде папканың атын қалай атадыңдар, проекттің атын. Менде my project / и файлды қалай атадыңдар. Менде, скажем, там index бірнәрсе php. Enter басып-басаңдар, браузерде сол файлға кіреді. Түсінесіңдер ме? XMPP htdocs деп жазбайсыңдар. Автоматын сол жерде іздейді ол. Localhost htdocs-ның ішіндегі папканың аты сендер құрған my project и файлдың аты .php. Түсінді ме? Тексеру үшін мынандай бір файлға жасаңдар да, PHP файл. Ішіне бір эхо жасап қойыңдар. Hello World секілді. Істей ма, істемей ме көрдім. Істемей жатса, қазір мен бір-бірден жүріп тексерем бәрін. Көмектесем, ладно? Түсінді ме? Түсінікті? Все, видеоны өшірем.